Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі қиссамыз философ пен қария жайында. Қанша кәллә болса, сонша ой болады демей ме? Осы сөз рас. Дауласқан адамның екеуі де ақылсыз деген тұжырыммен келсер болсақ, өмір сүрудің өзі оңтайланар еді. Себебі дауласқан адамдар соңыра келгенде екі бөлек дүниені айтып жатқан белгілі болады. Бірі алманы домалақ дейді, ал бірі қызыл дейді. Мұны түсінген екеуі де ойлағысы келмей, тұжырымды шеткері итереді. Ал төмендегі мысал дауласудың еш керегі жоқ іс екенін тағы бір дәлелдей түспек. Мен деген философ Данагөй ақсақалға келеді. Оның ойы ақсақалды сөзбен жеңіп, ел алдындағы даңқын аспандату еді. Данагөй шал бірінші болып тіл қатады. Амансың ба? Сұрағыма жауап берші дейді. Қонақ іштей ой қуалап тына қалды. Ақсақал сөзін жалғастырады. Түтінді құбыр ішіне түскен екі адамның бірінің беті күйеде, ал екіншісінің беті тап-таза. Қайсысы жуынуға барады? Сол кезде жас философтың екі көзі шарасынан шыға жаздайды. Бұл мені жеңіп кетудің бір амалы ма? дейді. Ақсақал үндемеді. Сол кезде философ: әрине, кімнің беті күйе болса, сол жуынуға барады да, дейді философ. Сонда ақсақал: дұрыс емес. Ақылмен ойлап көрші. Беті күйе адам екіншісіне қарайды да, өз бетінде таза деп ойлайды. Ал беті таза адам серігінің беті лас болған соң, өзінің бетін таза емес деп шешіп, жуынады дейді. Сонда философ: мен мұны ойламадым. Қызық екен, мен логикалық қате жібердім. Тағы бір сынақтан өткізіңіз дейді. Сонда ақсақал: жарайды. Түтінді құбыр ішіне түскен екі адамның бірінің беті күйеде, ал екіншісінің беті құлан таза дейді. Қайсысы жуынуға барады деп қайта сұрақ қояды. Сол кезде философ: енді екеуі де жуынуға барады дейді. Сонда ақсақал: дұрыс емес. Екеуі де жуынуға бармайды. Ақылмен ойлап көр. Беті күйе болған адам беті таза адамға қарайды да, өзінің де беті таза деп ойлап жуынуға бармаса, ал беті таза адам беті кір адамның жуынуға бармайтын білген соң, ол да жуынбайды. Сол кезде жас философ састы да қалды. Сөйтеді де ақсақалға: сеніңізші, мен дұрыс жауабын табамын, тағы да бір рет сұрақ қойыңызшы дейді. Сонда ақсақал: жарайды. Түтінді құбыр ішінде түскен екі адам деп сұрағын қояр бір кезде философ: ой құдай-ай, олардың ешқайсысы да бармайды дейді. Сонда ақсақал: дұрыс емес. Айтшы, екі адамда түтін құбырға түскен соң, қалайша біреуінің ғана беті күйе болады? Қалайша түсінбейсің? Бұл ойсыз сұрақ. Егер сен өміріңді осындай ойсыз сұрақтарға арнайтын болсаң, жауаптарың да ойсыз болмақ дейді.